Елорданың айналасы кәсіпкерліктен кенде қалып жатыр. Бұны бас қаланың басшысы айтты. Астанадағы 60 мыңға жуық мекеме қаланың қақ ортасында ғана кәсібін дөңгелетіп отыр, ал жас қаланың жылдан жылға көлемі кеңейіп келеді. Жылына 1,2 миллион шаршы метр тұрғын үй салынады, алдағы 5 жылда тағы 9 миллион шаршы метр тұрғын үй бой көтермек. Сондықтан кәсіпкерлердің ордасы елорданың ішінде ғана емес, жан-жағына да жетуі тиіс. Отандық бизнестің бүгінгі жай-күйі ұлттық кәсіпкерлер палатасының ұйымдастырған жиынында айтылды. Қазір тасада жатқан көк теңге көп. Яғни көлбеңдеген көлеңкелі экономиканың әлегі күн тәртібінен түспей тұр. Астананың өзінде 540 миллиард теңге жасырын жатыр. Ал осы жасырын жатқан жарты триллион теңгені түгендеп, тиісті жерге жұмсасақ қане. Басқосуда бас айтылған түйткілдің біреуі осы. Билбордтар. Астанада ағы, сары, қызыл, жасылы да бар. Бірі үлкен, енді бірі ықшамды. Бірақ мәселе олардың түсінде я көлемінде емес, көптігінде де емес. Әкімнің сөзінше, түрлі түсті біздегі баннерлерде белгілі бір ұйымның ұсынатын қызметі мен тауарларының тізімі жазылады. Ал Еуропада олай емес. Билбордтар тұтынушы тартуда таптырмайтын құрал. Тәжірибеге тек таң қалмай, елордалық келбетті кескіндеуге кәсіпкерлер де кірісуі керек. Мен Париждегі тәжірибені зерттедім. Ол жақта жарнама маңдайшаларының сапасымен қала әкімшілігі айналыспайды. Осы стандарттарды орнататын және қадағалайтын арнайы гильдия бар. Егер жарнама қаланың келбетіне сай келмесе, олар тиісті хат жазады. Бізге де осы жүйені енгізу керек. Алма піс аузыма келіп түс. Я, ол заман өткен, кеткен. Қазір кіл мықтының ғана бәсекеде бүйірі шығады. Елордада 56 мыңдай мекеме бар. Кәсіпкерлікпен айналысады. Шағыны, орта бизнесі де бар. Жылына тонналап тауар шығарады. Тек жыл басынан бері шағын және орта бизнесі дамыту үшін банктен бас аяғы 53 миллиард теңге несие алыпты. Бірақ саны емес әсте, сапа есте жүрген жөн. Өйткені тұтынушы тауарды яки қызметті емес, сапаны сатып алады. Бизнестің жаңа бағыттарын ашқанымыз абзал. Бұл тұста тек мемлекетке ғана емес, кәсіпкерлерге де артылар жүк ауыр. Өйткені бас шаһарда өтетін Экспо 2017 көрмесінің табысты өтуі тікелей кәсіпкерлердің қызметіне байланысты. Кәсіпкерлерді мазалайтын мәселелер маңызды жиындарда жиі айтылады. Енді қалалық әкімдікте арнайы терезе ашылады. Кәсіпкерлер үшін онда құжаттарды рәсімдеу жеңілдейді, уақыт үнемдейді. Айтпақшы, басқосуда тек бас қаланың басшылығы сөйлеген жоқ. Бизнесмендер де мұң-мұқтажын жеткізді. Несияларда талай жердің табалдырығын тоздырады, құшақтарын құжаттарға толтырады. Бұл бір мәселе. Екіншісі, өндірістік орындардың жоқтығы өнімді еселеуге кедергі. Мемлекеттен көмек керек. Өйткені қолдау барда сапа болады. Ал сапалы өнім сиқырлы көк қағазға қарық қылады. Әсем Изатқызы, Айқын Бекетаев, Ұлттық арна.